Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді қаттама нанның рецебімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай жасалады. Жасап көріңіздер. Самсаның орнына пісірсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 300 мг суымызды құйып аламыз. Және де оның үстіне бір ас қасық тұзымызды саламыз, және 2 үлкен ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, барлығын тұзын ерігенге дейін араластырып аламыз. Және оның үстіне електен өткізілген ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салмаймыз, қатты қамыр шығып қалады. Сондықтан ұнды шетінен салып отырып, осылай өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 5 минут демалдырып аламыз, және демалғаннан кейін осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларымызды бөлгеннен кейін осылай жеке-жеке күлшелеп аламыз. Дайын күлшелерімізді 2-3 минутқа демалдырамыз. Енді қаттамамыздың начинкасын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай пияз қажет болады. Егер пияздың көп болғанын қаласаңыз, 3 қоссаңыз болады. Мен осындай 2 пияз қостым, және де көк пияз қостым. Көк пиязбен ерекше дәмді болып шығады. Осылай барлығын видеода көрсетілгендей турап аламыз, және ыдысымызға салып, татымы бойынша тұз, бұрыш қосып араластырамыз жақсылап. Начинкамызды дайындап болған соң, қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, ұн сеуіп отырып жаямыз, әрі қамырымыз тез жайылады. Қамырымыздың жұқалығы осындай болу керек. Жұқа болған сайын слойлары көп болады. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне еріп тұрған маргарин немесе сары майымызды құямыз. Менде 70 грамм маргарин. Қамырымыздың үстіне салмаларын салып, рулет жасап ораймыз. Осылай рулет етіп орап алғаннан кейін, видеода көрсетілгендей, дөңгелек қаттаманың формасын жасаймыз, және де үстінен басып жұқартамыз. Табамызды алдын ала қыздырамыз, және де 2-3 ас қасық сұйық май құямыз. Қаттамамызды салып, екі жағын кезектестіріп отырып пісіріп аламыз, және осылай салғаннан кейін 5 минутқа бетін жауып қоямыз, отты баяулатамыз. Осылай астыңғы бөлігі піскен соң бетіне аударып қоямыз, тағы да бетін жауып 4-5 минут ұстаймыз. Міне достар, біздің қаттамаларымыз осымен дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Самсаның орнына жасасаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналымда бұдан да басқа рецептерді таба аласыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.